Адам Смит біздің заманымыздың ең маңызды дилемманың жетекшісі. Ол дилемма капиталистік экономиканы қалай барынша гуманды әрі маңызды етуге болады. Ол Шотландияның Керкалди атты өнеркәсіптік қалашығында 1723 жылы дүниеге келген. Смит балалық шағында анасына жақын әрі ынталы оқушы болған. Кейін академияда философ атанып, симпатияның маңыздылығы жайлы салмақты еңбек жазған. Оның лекциялары логика мен эстетикаға арналған болатын. Сонымен қатар, ол экономика тарихындағы ең ұлы философ болған. Өйткені Смиттің ой толғанысы экономиканың шекарасынан тыс шығатын. Ол ақша жүйесін түсінгісі келген. Себебі, оның жасырын құлшынысы ұлттар мен ұлыстарды бақыттырақ ету еді. Смит баға жетпейтін 4 идеяның жетекшісі болып табылады. Кім қазіргі заманғы еңбек әлемін қарастырғанда көбінесе екі фактіге тәп болады. Заманауи экономика тарихта болмаған көлемде өнім шығарып жатыр, және адамдардың көбісі өз жұмысын іш пыстырарлық әрі бірінші ретте мәнсіз көреді. Шындыққа келгенде, екі феномен өзара байланысты еді. Сол себепті Адам Смит бірінші болып мамандану теориясы арқылы бұны түсіндірген. Оның ашқан жаңалығы бойынша заманауи бизнестегі бір күнде бір жұмысшы атқаратын жұмыстың орнына тиімді түрде бірнеше тапсырмаға бөліп, сол уақыт аралығында көбірек адамдарды қамтуға болатыны. Смит осы жаңғыртуды ынта-ықыласпен қабылдады. Ол ұлттық экономиканың жұмыс күші неғұрлым мамандандырылған болса, соғұрлым бай болар еді деп болжады. Қазір біздің әлеміміз соншалықты бай болуының сипатының бірі, біздің бейтаныс адаммен кездесу кезінде оның кім екенін нақты анықтай алмаймыз. Түсініксіз кәсіби терминдер. Мысалы, логистика саласындағы жабдықтаушы, буып-түйу процесінің үйлестірушісі, білім беру және коммуникация саласындағы мамандар. Бұл Смит көзқарасының экономикалық логикасын дәлелдейді. Алайда мамандандырумен бір үлкен проблема бар. Ол мәнділік. Бизнес шағын кезде оның процестері күрделі, әрі басқаларға көмектесуді мақсат туындайды. Бірақ технология механикаландырылған кезде жұмысшы өзін үлкен машинада кішкентай бұраңдама сияқты сезініп, міндеті төмен сатыда тұрғандай болып, адамдардың ойынан алыс ұйымға айналды. 4 құрлықта шашыраған 150 мың жұмысшылары бар компания әзірлеуден бастап жеткізуге дейін 5 жыл кететін жұмыстар үшін күресіп, есептік және бірліктің мәнін қолдайды. Осылайша, Смит мамандандырылған ұйымдардың басшылары алдында қазіргі заманғы корпорациялар олардың жұмысшылары үшін жауапкершіліктерді көрсетеді. Біріншіден, олардың мақсатын, рөлін және олардың еңбегінің маңызды екенін айтады. Смиттің дәуірі тұтынушылық капитализм деп аталатын үрдістің алғашқы кезеңін көрді. Өндірушілер өсіп келе жатқан орта класс үшін сәнді өнімдерді шығара бастады. Кейбір сыншылар күмәнді болды. Олардың ішінде философ Жан-Жак Руссо салтанат сөзінде туған қаласы Женевада тыйым салынуын армандады. Ол ежелгі Спартаның табынушысы болды, және ол Спарта қаласының қарапайым, жаугершілер өмір салтына көшуі керек деп санады. Бұны жоққа шығарып, Смит швейцариялық философқа консюмеризмнің кереметін көрсетті. Себебі шын мәнінде гүлденген қоғамда маңызды рөлде қосымша құн еді. Қосымша құн қоғамның ең әлсіз қатысушыларына мүмкіндік береді. Тұтынушылық қоғамдар олардың жауапкершіліксіздігіне қарамастан балаларға және қарттарға аштығуға мүмкіндік бермейді. Өйткені үйсіздер үшін ауруханалар мен баспаналар беретін. Сонымен Смит тұтыну капитализм қорғады. Себебі капитализм жоғарғы идеалдарға қызмет ететін қоғамға қарағанда кедейлер үшін әлдеқайда көп пайда әкеледі. Смит капитализм болашағына үлкен үміт артқан. Ол әрқашан жауапсыздық кезеңінде тұрып қалғысы келмеді. Ол адамдарда капиталистік шеңберден тыс жатқан көптеген жоғары қажеттіліктердің бар екенін білді. Олардың ішінде біздің білім беру, өзін-өзі тану, әдемі қалалардағы және лайықты деңгейдегі қоғамдық өмір. Үміт біз үшін маңызды және амбициялары жоғары жолдармен адамдарға пайда әкелуді үйренеміз. Жақсы ойластырылған капитализм жай бізге қажетсіз заттарды сатып алуға ынталандырып, біздің негізгі материалдық қажеттіліктерімізді қанағаттандырмауы тиіс. Ол шынайы рахат әкелетін тауарлар мен қызметтерді өндіруге тиіс. Қазірде сол маңызды мәселе тұр. Ол бойынша байларды басқа қоғамға жақсы қарауға мәжбүрлеу керек еді.
бұл христиандық жауап болды. Олардың кінәлі сезінуге мәжбүрлеңдер. Сол кездегі де, қазіргі де жауап салықты көтеру. Бірақ Смит бұл тәсілдердің ешқайсымен келіспеді. Бай адамдардың жүрегі ең алдымен суық, ал қымбат салықтар оларды тек елден кетуге мәжбүрлейді. Оның болжамы бойынша, жалпы бай адамдар ақшаға қамқорлық жасамайды. Олар үшін бастысы абырой мен құрмет. Бай байлықтарды жинайды, себебі олар материалдық жағынан ашкөз емес, мойындалған болуын қалайды. Сондықтан бай салықтардан бас тартудың орнына үкімет сол бай адамдарды атаққұмар жүректерін мұқият сезінуі тиіс. Сондықтан ол байларға абырой мен мәртебемен төлеп, ақысына барлық жақсы нәрселерді алуға тиіс. Мысалы, демеушілік, мектеп және аурухана қызметшілерінің еңбегіне лайықты ақы төлеу. Смит бұны білім берудің үлкен құпиясы атаққұмарлықты дұрыс нәрселерге бағыттау деп ұсынады. Үлкен корпорация бізге кек сақтады. Кектенудің себептері корпорациялардың жалақының аздығы, қоршаған ортаның ластануы және шикізатты іздеді деп айыпталуы болып табылады. Бірақ Адам Смит күтпеген және маңызды элемент бар екенін білді. Бұл кемшіліктер біздің тойымсыз қалауларымыз. Біздің әлемімізді компаниялар құртпайды, олар жай ғана бізге қызмет етеді. Нәтижесінде капитализм реформасы таңғаларлық, бірақ маңызды міндет көтереді. Ол тұтынушының білімі. Бізге сапасы жоғары заттар және олар үшін тиісті құнын төлеуді үйрену керек. Бұл жұмысшыға қоршаған ортаға лайықты ауыртпалықты жүктейтін баға. Жақсы капиталистік қоғам жай ғана тұтынушыларға таңдау ұсыну ғана емес, сондай-ақ адамдарға іріктеп таңдау жасауға үйретеді. Смит капитализмді арттыру арқылы тұтынушылар талаптарының сапасын сақталуымен болжайды. Әлемдік экономикалық жағдай осындай дұрыс емес және күрделі болып көрінуі мүмкін. Тіпті біз үмітсіздік пен әлжуаздыққа душар боламыз. Сол себепті Адам Смит сенім мен үміт қосу үшін әрқашан қасымызда. Оның идеяға толы еңбектерінен адам құндылықтарының бизнес қажеттіліктері мен сәйкес келуін қалай қамтамасыз ететінін білуге болады. Ол біздің назарға лайық. Себебі ол жетекші мәнге ие мәселеде мүдделі болды.